ел күтіп отырған ақпараттың бірі Қазақстан Республикасының парламентінің сенат таратылады деп жатыр. Референдум өтеді дейді. Егер референдум өтетін болса, онда қолданыстағы ата заңымыз конституцияға өзгеріс енеді. Жалпы конституция өзі черновик сияқты болып кетті. Ақыры конституцияға өзгеріс енгізіледі екен, ендеше ұлтты ұйыстыратын тіл. Қазақстанда тұрып жатқан өзге этностардың да, қазақ халқының да ортақ тілі, ана тілі, қазақ тілі болу керек. Ата заңдағы 7-ші баптың 2-ші тармағындағы орыс тілі деген сөз алынып тастау керек. Өйткені орыс тілі біздің ұлт ретінде бірігуімізге, бітімге айналуымызға көп кедергісін тигізіп отыр. Сондықтан да Тоқаев қазақ тарихындағы мықты мемлекет басшысы болып қалғысы келетін болса, қарапайым халықтың назарына құлақ асу керек. Өйткені бүгін Қазақстанда ұлтты құрап отырған, мемлекеттің иесі болып отырған қара шаңырақтың көкесі қазақ халқы, қазақ ұлты. Ендеше қазақтың тарихи санасына, ұлттық санасына кем бағалдық пиғыл жасамауымыз керек. Отанымыз, мемлекетіміз гүлденетін болса, тіл арқылы гүлдейді. Өйткені тіл қоғамдықта, адами қарым-қатынастарында негізгі фактор. Ендеше бүгін жағымды жаңалық тарататын күнге жетсін, ақсарбас деп сүйінші сұрап жүретін күнге жетейік. Қазақ тілінің үстемдігі арта берсін, мемлекеттік тілдің мерейі өссін.